Кең сарыарқаның төсінде қоңыр жел есіп, жусанның бетегенің аңқып тұрған хош иісі даланы әсем ететін. Көкжиекпен астасқан асқар таулардың етегінде шағын ауыл орналасқан еді. Ауыл шетіндегі киіз үйлер мен ақ жібек шаңырақтары күн нұрына шағылысып, даланы ерекше көркемдікке бөлеп тұрды. Сол ауылда 12 жасар Айбар есімді батыр мінезді зерек бала өмір сүріпті. Ол күн сайын атасы Қарасайдың қасында отырып, батырлар жырын тыңдап, домбыра шертіп, күйдің сырлы әуеніне қиялмен қалықтайтын. Бір күні Айбар ауылдан алыстағы таудың етегіне серуендеп бара жатып, шөп арасынан әлсіз сыбырдай дыбысты естіді. «Бұл не болды екен?» деп жүгіріп барғанда, қанаты жараланған қыран бүркіт жатқанын көрді. «Әй, айбынды қыран, саған не болды?» деп Айбар жанашырлықпен еңкейді. Бүркіт шаршаған күйде қыбырлап, баланың жүзіне қарады. «Қорықпа, саған ешкім зиян келтірмейді», деп Айбар оны қолына алып, ауылға асыға қайтты. Апталар бойы Айбар қыранды баптап, оған ет беріп, жарасын емдеді. Күн өткен сайын бүркіттің қанаты қатая, күшке еніп, көзінде ерекше от пайда болды. Бір күні атасы ақыл айтып, «Әй, Айбаржан-ау, қыранды тек тамақтандыру жеткіліксіз. Оны еркіндікке ұшырып, аспанда қалықтата білу керек. Ата, ол менің досым, біз бірге боламыз», деп бала нық сеніммен жауап берді. Сол күні кеш қарайып қараңғы түскенде ауылға алыстан ұлыған бөрілердің дауысы естіле бастады. Қараңғыда мал үркіп, ауыл адамдары абыр-сабырға түсті. Айлы түнде әбден ашыққан қасқырлардың бар ойы ауыл малына шабуыл жасау еді. Айбар және оның қыран бүркіті қанат қағып көкжиекке көтеріліп, қасқырларға қарсы шүйірге келді. Қыран бүркіт аспанда айналып, өткір тырнақтарын жалаңаштап, қасқырлардың біріне дәл тигізді. Іліп алған қасқырды аспанға көтере ұшып, биіктен жерге тастап жіберді. Биіктен жерге құлаған қасқыр қорыққанынан ыңырсыған күйі қаша жөнелді. Қыран бүркіт аспанда биікке самғап, қанатын кең жайып, жеңіс белгісін көрсетті. Айбардың жүрегі дүрсілдей соғып, қыран бүркіттің жеңісіне қуанған Айбар жүгіріп барып, оны құшақтап алды. «Жарайсың досым, сен нағыз батырсың». Сол сәттен бастап ауыл адамдары Айбар мен қыранды ауылдың батыр қорғаушылары деп санады. Ал қыранның ерлігі ел аузында аңызға айналды. Айлар өте Айбар мен қыран таудың биігіне жиі шығып, аспанмен сырласатын болды. Бір күні бүркіт балаға тік қарап, қанатын жайды. Бұл кеттік аспанға деген белгі еді. «Мен дайынмын досым», деді Айбар. Бүркіт қанатын жайып, баланы артына отырғызып, көкке самғай жөнелді. Төменде сарыарқа жайқалып, өзендер жылтырап жатты. Аспанда қалықтай келе, Айбар іштей былай деді: «Мен өз елімді, даламды, халқымды қорғауға ант етемін». Аспан төрінде қалықтай ұшқан қыран бүркіт пен Айбарды көрген ауыл адамдары таң қалды. Ауылға оралғанда ақсақалдар Айбарға күміспен көмкерілген бүркіт бейнелі тұмар тағып, батыр бабаларының өткір жүзді семсерін тарту етті. «Сен енді жас бүркітші батыр атандың», деп қуанды ауыл ақсақалдары. Содан бері Айбар мен қыран бүркіт ел үстінде, аспан төрінде бірге қалықтап, сарыарқаның мәңгі тыныштығын, еркін рухын сақтап келеді. «Хей, менің батыр жас достарым, бұл аңыз ертегі сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнап жатса, арнамызға тіркеліп, лайк басыңыздар.